Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Ұстаз ұрпақ шамшыраған демекші. Біз бүгін сыр сұхбат республикалық жобасы аясында мектебіміздің ұстаздарымен әңгімелеспекпіз. Бұл сұхбат арқылы олардың өмірлік тәжірибесі мен шәкірт тәрбиелеудегі өнегелі жолдарын жайлы сыр бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе, Алтын Акатовна? Сәлемет пе. Почему вы выбрали профессию учителя? Я выбрала почему данную профессию, потому что на данную профессию повлияла выбор моей подруги. То есть на сегодняшний день, почему я стала учителем, потому что моя подруга Анара, которая живет в городе Павлодар, она поступала в педагогический институт. И я как бы с ней тоже пошла на экзамены, сдала экзамены и удачно экзамены все прошла и поступила в этот институт. И не жалею, что я выбрала данную профессию. Как прошла ваше первое занятие? Мое первое занятие прошло хорошо. Я после института работала в Ждановской средней школе. Мне дали средние классы. Я как раз пришла на первое занятие в 7 класс. И в классе сидело 35 учеников. Ну, естественно, как молодой специалист, у нас ученики постоянно начинают испытывать, учителя. Поэтому первое занятие, я считаю, что прошло хорошо в том плане, что дети ту тему, которую я им преподнесла, они поняли. И в конце-то концов мы с этим классом подружились. Что самое интересное в работе с учениками? Самое интересное в работе с учениками то, что ученики бывают любознательные, их интересует многое. Особенно, я думаю, что я же преподаю русский язык и литературу, поэтому их интересует много биографии поэтов, писателей. И поэтому я думаю, что русский язык, например, направлен на то, чтобы каждый ученик овладел не только грамотностью чтения, но и грамотностью письма. То есть он умел написать правильно ту или иную творческую работу. И умение мыслить. Если бы вы не стали учителем, кем бы вы хотели работать? Если бы я не стала учителем, у меня была в детстве мечта стать врачом. Мне нравилось ухаживать за больными. Вот у меня была маленькая кошка, за которой я ухаживала. Но так получилось, что я не пошла поступать в мединститут, а выбрала именно профессию учителя. А так я планировала быть врачом. Но волею судьбы, я думаю, что это даже хорошо, что я выбрала данную профессию. Мне нравится быть учителем. Какой совет вы бы могли дать школьникам? Я бы дала, наверное, скорее всего, совет в том, чтобы каждый ученик готовился к занятиям, выполнял домашние задания, и домашние задания он выполнял качественно, на результат, чтобы на уроке они вели себя дисциплинированно, выступали на каждом занятии, принимали участие во всех конкурсах, проектах, олимпиадах, нарабатывали себе портфолио. Потому что по окончании 11 класса, когда они будут поступать в высшее учебное заведение, вот первое требование, которое предъявляют, это наличие портфолио. Если у ученика будет и участие, и призовые места в олимпиадах, в конкурсах различных, естественно, данного ученика или данного абитуриента возьмут с легкостью и с радостью. Сау болыңыз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен мектеп директорынан қадірлі ұстазымызбен сұхбаттасқалы отырмын. Ең бірінші сұрағым. Мектеп жасындағы Даурен Канатович қандай оқушы еді? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Енді кезінде бізде бала болдық, бізде қияншылықтар жасадық. Ол түгел енді мектеп ішінде болатын іс. Қазіргі күні өз балаларыма айтатын, қияншылық жасауға болмайды.
оны балалықпен жасаған нәрсе көп болады ғой. Сонымен қатар ол балалық шақта ғана болу керек. Өскен сайын ол балалық шақ қалып ел өсіп, біздің еліміздің жақсы азаматы болу керек. Сіз үшін мектеп дегеніміз не? Мектеп деген бұл енді біріншіден білім алатын жер, екіншіден дос табатын жер, үшіншіден жақсы мұғаліммен, жақсы жолдаспен қарым-қатынас жасап, тек жақсы білім алып, үлкен азаматша болатын жер деп ойлаймын. Керемет. Ал бүгінгі заман оқушысына ең бастысы қандай қасиет деп ойлайсыз? Бүгінгі заманның енді оқушысына өзім ойлайтын, біріншіден әрбір сынып оқушысымен, әрбір өз сынып оқушысымен жолдас болу, бір-бірін сыйлау білу, бір-біріне құрмет көрсете білу, ұстазға құрмет көрсете білу, ата-анаға құрмет көрсете білу, білімді жақсы алып, бір еліміздің жақсы, керемет адамы болуға сондай рұқсат береміз. Жақсы. Ал мұғалім мен оқушы арасындағы байланыс қандай болу керек деп санайсыз? Бүгінгі күні енді міне мектептің ішінде сіздер бірінші сыныпқа келген кезде мен де осы жерге басшы болып келдім. Сол кезде сіздердің мұғаліммен қатынастарыңды көріп, мен өз көңілім көтеріледі. Сіздер өз мұғалімдеріңді қалай қатты сыйлайсыздар? Міне әрбір сынып жетекшіні, әрбір оқушы осылай қатты сыйлап, сіздер сияқты мұғалімдеріңізді іздеп, мұғалімдеріңіздің қалың біліп, мұғалімдеріңіз ауырып қалса, ол мұғалімді іздейтіндей ол сондай оқушы болу керек. Мұғалімді сіздер деген кезде ол күн демей, түн демей сіздермен жұмыс жасау керек. Сіздерді жақсы баланы мұғалім ертеңгі күні сүйсе, бала да ертең соны жауабын қайтарады. Сондай да жауабын қайтарып береді. Енді өздерің ойлайсыңдар ғой, сіздердің мұғалімдерің жақсы ма? Класс жетекшіңіз жақсы ма? Жақсы. Оны сіздер ғана емес, қалған біздің оқушылар да, біздің ұжымның ұстаздары да көреді. Айнұр мұғалімнің жұмысы қалай болып жатқанын, қалай балалары жақсы көретіндер, қалай Айнұр мұғалім өзі балаларын жақсы көретін, соны барлық оқушылар да, ұстаздар да көріп тұр. Сол үшін мен өзім ойлаймын, әрбір мұғалім өз баласын, өз сыныбындағы баласын, өз оқып тұрған баласын өз баладындай санау керек. Сіздер де ол мұғалімді сыйлап, сол мұғалімнің айтқанын, сұрағанын жасап, тек ғана ақылды оқушы болу керексіздер. Керемет. Болашақта мектебімізден қандай жетістіктер күтесіз? Мектебімізден енді жетістікке жетіп береміз. Әр жыл сайын, былтырғы жылы 2 алтын белгі бітірді. 2 баламыз, екеуі де жоғарғы оқу орнына оқуға түсті. Енді өзім ойлаймын, жылдан жылған сайын біздің балалар тек қана биіктен көтеріледі. Ол сабақ жөнінде, ертеңгі күні спорт жағынан да жақсы бедел көрсетеді. Мектебіміздің ертеңгі күні күрделі жұмыс өткеннен кейін, ойлаймын өзім біздің балалар сол күрделі жұмысты көргеннен кейін, қандай мектебіміз жақсы ашық болғаннан кейін, біздің де балалар жақсы білім алуға тырысады. Соңғы сұрағым, бүгінгі жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Қандай жастарға? Жас мұғалімдерге ма, жас оқушыларға ма? Мұғалімдерге, оқушыларға. Жас мұғалімдерге айтылған, қазіргі өзіміздің істеп жүрген осы жерде көптеген мұғалімдеріміз бар. 30 жылдан тәжірибелері асып кеткен. Сол мұғалімдерге қарап, сол мұғалімдермен жұмыс жасап, сол мұғалімдермен бірге осы бір ұжым болып, балаларымызға тәрбие беруге ол мұғалімдерден міндетті. Ал енді оқушыларыма тілейтін, осы мұғалімдеріміз тыңдап, тек қана жақсы білім алып, жақсы өзіне ғана
лайықты ана болмай бүкіл елге лайықты болатындай үлкен азамат болсын деп сондай тілегім бар. Рахмет. Сұхбатымыз өте қызықты болды. Оқырмандар да жақсы әсер алды деп ойлаймын. Саған да рахмет, саған да тілеймін. Ертеңгі күні бір жақсы бір маманның ие болып, осылай тек биіктен көр. Рахмет, сау болыңыз. Сәлем достар. Бүгін мен мектебіміздің оқу ісінің меңгерушісі Валентина Александровнамен сұхбаттасатын боламын. Дайын болсаңыз, бастайық. Сіз кішкентай кезіңізде мектепке барғанда сабаққа кешігіп көрдіңіз бе? Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жоқ, мен сабаққа ешқашан қалып қойған жоқпын. Кешігіп келген жоқпын. Жақсы. Сіз үшін сабақтың ең қызықты сәті қайсы? Ең қызықты сәт менің бала шағында ол математика сабағындағы осы барлық математика сабағын жақсы көрдім. Даже сонда бізде бір сәт болды, мұғалім курсқа кетіп қалды. Біз өзіміз түстен кейін келіп сабаққа дайындалып жүрдік. Жақсы. Егер сіз оқушы болып қайта оралсаңыз, ең бірінші не істер едіңіз? Оқушы кезімде, егер осы оқушы кезіме оралсам, біріншіден бүкіл сыныппен осы мұғалімдерді кішкене басқаша мұғалімдерге көзқарас өзгеруші еді. Олардың мамандықтары өте қиын, сондықтан осы мұғалімдердің түсіну керек барлық жағынан. Оқушы сияқты оларды мазаламау, сол ең сондай өзгертетін нәрсе. Керемет жауап болды. Рахмет. Әңгімемізме өте көңілді өтті. Тыңдармандарға айтар соңғы сөзіңіз бар ма? Оқушылар, осы басталған оқу жылында сендерге сәттілік. Мына күзгі уақытында көп ауырмау, сабақты босатпау, денсаулығы мықты болсын, оқуын жақсы оқып, өзінің мақсаттарға жете біліңдер. Жақсы, рахмет.